Балалар сәлеметсіңдер. Сендерді 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Осы кітапханаға менің шақырғаныма ұстаздарыңмен бірге келгендеріне сендерге алғыс айтамын. Бұл кітапханаға сендерді шақырған мақсатым, мына жерде осы 1 наурыз алғыс айту күніне байланысты мейірімді жандар деп аталатын кітап көрмесін ұйымдастырған болатынмын. Қазір осы кітап көрмесімен сендерді таныстырып өтемін. Таныстырып өтпес бұрын сендерден сұрағым келеді. Осы 1 наурыз алғыс айту күнінде сендер ең бірінші кімге алғыс айтасыңдар? Кәне айта қойыңдар. Мен әжеме алғыс айтамын. Басқалар? Анама. Тағы? Кім? Мен әкеме айтамын. Тағы? Атама. Тағы? Мен әкеме алғыс айтамын. Тағы? Басқаларың? Мен атама алғыс айтамын. Мен отбасыма. Отбасын жақсы, дұрыс. Біз мысалы осы өмірге келген, бізді жаратқан, мысалы табиғатты, бүткіл адамзатты жаратқан Аллаға, одан кейін дүниеге әкелген ата-анамызға, бізге алғашқы А әріпін үйретіп, қолымызға қалам ұстатқан ұстаздарымызға, немесе басқа да өзімізге қамқор болған ағаларымызға, апайларымызға, інілерімізге, кез келген әрқайсымызға жақсылық жасаған кез келген адамдарға біз қайтеміз? Алғыс айтамыз. Жай күндері сендер мысалы елемей жүрсеңдер, ұмытып кетсеңдер, немесе тағы да сондай бір жағдайлармен айтпасаңдар, осы 1 наурыз алғыс айту күнінде өздеріне жақсылық жасаған, немесе өздерінің алғыс айтқыларын келген кез келген адамға қайтуге болады? Алғыс айтуға болады. Ұмытпай сол күні 1 наурыз күні арнайы түрде мен сізге осындайыңыз үшін алғыс айтамын деп анықтап тұрып алғыс айтуымыз керек. Түсінікті ғой, иә? Ұмытпаймыз. Жақсы. Мына жердегі кітап көрмесі мен негізі осы кітапханада бар кітаптарды алдым. Неге өйткені бұл кітапханадағы әрбір кітап, мысалы ертегілер, алтын жинақ, ертегілердің алтын жинағы, мынау 1 томы, мынау 2 томы, осы мынау тәрбие хрестоматиясы деп аталатын кітап, содан кейін қазақтың мақал-мәтелдері, мынау кітапта қазақтың мақал-мәтелдері, қазақ мақал-мәтелдерінің алтын жинағы деп аталады. Мысалы, мына ерте деп аталатын ертегі кітап, мынау ертегілер енді шетел ертегісі, ертегілер елінде деп аталатын сериямен шыққан мейірімді кейіп деп аталатын. Оқыған шығарсыңдар, көбін кітап аласыңдар ғой. Содан кейін мына журналдар, өзін-өзі тану пәні бойынша шыққан самопознание кезет деп аталатын журналдар. Бұның ішінде көптеген балаларға арналған жақсы өлеңдер, ертегілер, әңгімелер бар. Неге бұл кітаптарды алып тұрмын? Себебі бұл кітаптардың қай-қайсы болса да, мына ертегілер болсын, мақал-мәтелдер болсын, мына тәрбиелік мағынасы бар әңгімелер, өлеңдер болсын, бұлардың барлығы адамды, кез келген оқыған адамды жақсылыққа, мейірімділікке, жақсы қасиеттерге тәрбиелейді. Осы кітап оқыған бала жаман болмайды. Өйткені рухани азық алады, осыдан өзіне күш алады, жақсы деген немене, жаман деген немене, осының барлығын осы кітаптардан қайтеді, үйренеді. Кітап оқыған бала міндетті түрде мейірімді, қайырымды болады, жақсылықты жасайды, үлкенді сыйлайды, үлкенді сыйлап, кішіні сыйлап, үлкенді тыңдайды. Барлық жақсы қасиеттерді осы адам қайдан алады? Осы кітаптан алады. Сондықтан кітапты қайтеміз? Кішкентай кезімізде көп оқимыз. Оқу программасымен, жаңағы оқу құралдарымен ғана шектеліп қалмай, одан басқа газет, журналдар, әдеби кітаптарды кішкентай кезімізде көп оқуымыз керек. Сонда жаңағы рухани бай, бар үлкенге қамқор, үлкенге зет, кішіге қамқор болатын, тәрбиелі, жақсы, білімді азамат болып өсесіңдер. Өшіресіз?